Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Әңгіме түсініксіз болса, бірінші бөлімнен барып тыңдаңыз. Жиналы тұрған тақтайдың арасына мойны созса да, енем ештеңе көре алмады. Әйтпесе менің бірдеңе жасырғанымды көрген болар. Бір адамды аяқ қарады. Сол сәттегі бірнеше секунд сағаттарға созылғандай көрінді. Сондай қиын қыстау сәтте Құдайдың мені сақтағаны шығар. Тақтай астынан мияулап мысығым шыға келді. Мен мұны күтпегенім рас. Табылдың ба бәлем, деп қолымды созып көтеріп алдым да үйге зып бердім. Далада қалдырсаңдар, жаурап қалады ғой, қарасаңдаршы мысыққа, деген енем жөніне кетті. Бірақ қақпа алдына барып, менің шығуымды күтіп тұрды. Есікті ашып, мысықты кіргізіп жіберіп, алдына түстім. Енем соңынан ерді. Құдай-ау, мына суықта тәпішкемен жүргенің не? Дүкенге осы түріңнен кеттің бе? Деп сұрап келе жатыр. Онысына не дейін, айтарға сөзім жоқ. Естімегендей болып, алдына түсіп, зытып барамын. Сондағы ойым, қалтамдағы кілтті енемнің қалтасына салу ғана. Соның орайын тапсам болды. Анау күрішкені кіріп шығып жүріп те, қайта жасырып үлгеремін деймін. Айтқандай, бұл үйдің пәтері ақысы айдың соңында бітеді. Сол үшін кіріп шығып жүргенім. Оның үстіне иесі келіп, мен орындарыңа адам тапқанша қарайлай тұрыңдар, деп ескерткен. Шынымен де, бұл үйге қарайтын адам керек. Ауласында біраз құрылыс материалдары шашылып жатыр. Бұл кісі 2 қабатты үлкен үйдің іргетасын құйып қойыпты. Биыл түк істемеді. Мүмкін жағдайы болмады ма, әлде басқа бір жоспары болды ма? Әйтеуір Көшербай аға қозғалмады. Есесіне көктемде бастаған үйімізді енем басында жүріп, соғып бітірді. Бірақ біздің үй мына үйдің қасында кішкене күрке сияқты. Сол үйге көрпеше төсек дегенді кеше ғана апардық. Ал енді үйге кіргенде у-шу жағаласып жатқан. Атам да қара жаяу емес, асыра сілтейтіні бар. Әкемнің де ұрттайтыны бар. Арақ ішіліп, мәз-мейрам. Бірін мақтап, қолпаштаған дарақы мақтаншақ қазақ баяғы. Осының бәрі құдағи мен құда баланың арқасы, деп мамам көкіп отыр. Құда бала дегені Европадағы қайнағам. Ол жүрсе, жайдан жай жүрген жоқ. Құпиясын білмейтін мамама ұқсағандар айта береді. Оны сонда жіберіп, жарамсыздығын жасырып, мына қатын отбасын сақтап отыр. Тағы да айтамын, ол маған мына үйде де жайдан жай соғып беріп отырған жоқ. Аузымды жабу үшін жасап отыр. Дегенмен, қазірше менің атыма аударылған үйде жоқ. Бұл да соның идеясы. Пәленкес мына үйді соғып бітіруге қанша ақша кетті? Деп сұрады атамның бір құрдасы. Ол да араққа тойып, сылқитып алған біреу. Оннан аса кетті-ау, деді қолына стакан ұстаған атам. 10 болғанда $10.000 ма? 10 миллион теңге ма? Деп сұрады тағы бір кісі. $10.000 дегені түктемес қой, досым, 10 миллион теңге, деп мақтанған атам қолындағы стаканды сіміріп салды. Әрі қарай өзара есептесіп, $10.000-дың 4 миллион теңгеге де жетпейтінін айтып жатты. Ал менің енемнен хабар жоқ еді. Қалтамдағы кілтті қысып ұстап алғанмын. Енемді күтіп мен жүрмін. Алайда менің енем қонақтардың үстіне кіре қоймады. Не біздің ас бөлмеге келмеді. Қыстық киімдер ілулі тұрған кіре берісте күйбеңдеп жүрді де қойды. Айналама қарасам, жастар жағы үстел үстінен тәттілерді жеп, өзек соғып отыр. Анау бұрышта жолы үлкен деген Айзат отыр. Оған жас келіншектер, жеңіз жеңесе жеңіз, тәтті болған, деп жалынып әлек. Олар ауыздары жыбырлап, маған да бірдеңелер айтып жатқан. Не деп жатқандарын түсіне алар емеспін. Себебі санамның бәрі енемде. Нақтырақ айтсам, енемнің кіре берісте не істеп жатқаны да еді. Ол жерде ілінген сырт киімдер, шашылған аяқ киімдерден басқа түк жоқ. Сонда ол қатын неғып жүр деп қоямын. Мен сондай жаймен тұрып, есіктен сығалап қараған болдым. Ілгіште тұрған киімдердің қозғалғанын көргенде зәрем ұшты. Мына жалмауыз қатын біліп қойған екен ғой, деймін. Әйтпесе шубасының қалтасына қарап не қылады? Осыны ойлағанда өзімнен өзім қорқып, үрейлене бердім. Сол аралықта қонақтар арасынан «Әй, құдағи қайда кетті?» деген қатынның даусы шықты. Оған бір еркек
ол қатын шаптыруға кетті, деп гүр етіп қалжыңдап күліп жауап берді. Тап осы кезде орнынан тұрып, атып шығыптым. Сонда қойым, сізді іздеп жатыр, барыңыз, демекші едім. Алайда өз қалтасына емес, басқа бір қатынның пальтосының қалтасына қолын салып жатқан енемді көргенде, зима боп қаттым да қалдым. Енем де мені көріп, қолын тартып ала қойып, ойбай, менің шубам қайда еді, Жанекжан? Деп сиқырлана қарады. Бұл деген мен үшін ең қолайлы сәт еді. Сіз ішке кіре беріңіз, шубаңызды мен өзім апарып беремін, деп жақындай түстім. Әй, жоқ, керек жоқ. Қымбат шубам бар болса болғаны, деп күліп алған енем қонақ бөлмеге зып берді. Рас, енемнің шубасы ілгіштің астында тұр. Үстіне біраз адамдар өз киімдерін ілген. Деген мен шубасын жау жемейді ғой. Мына заманда біреудің киімін біреу не қылсын. Тап мына сол қол салып жатқан әдемі пальтосы, бұл мектеп директоры Зухра апай дегеннің пальтосы. Ол апай енеммен оқымаса да, атаммен бірге оқыған кісі. Неге екенін білмеймін. Енем соның қалтасына қолын салып жатқанын көзім көрді. Жалпы айтқанда, ол қатының мына кіреберісте 5 минуттай күйбеңдеген ескерсем, ол біраз адамның қалтасына қолын салған анық. Сонда неге салып жүр деген сұрақ болмай ма? Мұның жауабын мен де білмеймін. Білетінім енем сондай адам. Қолынан келсе бұл қатын ешкімді де аямайды. Бірақ обалына не керек? Сол күні ешкімнің ештеңесі жоғалмай тарасты. Тілі күрмеліп, масайрап қалған әкемді інім мен анам алып кетті. Енді біреулері такси шақырып, өздері кетті. Атам теңселіп қалған. Оны Хамит апарып жатқызып келді. Сондай-ақ қызын құшақтаған Айзатты да ала кетті. Мен Жанекжанға көмектесіп, мына жерді жинастайын, сендер бара беріңдер, деген енем үйде қалды. Алайда жас келіндер жағы ыдыс аяқтың бәрі жуып, тазалап кеткен. Екеуміз қонақ бөлмені ғана жинадық. Арақ сасып кеткен үйдің терезесін ашып қойсам, балапандарға суық тиіп қалмасын, деген енем менің бөлмемнің есігін жауып келді. Келді де әңгімесін бастады. Анау Зухраның шерсть пальтосы әдемі екен. Менде шуба алғанша сондай пальто алғанымда болар ма еді? Қалай ойлайсың, келінжан? дейді. Дастарханда жинап тастап, кілемді сыпырып жүрген едім. Естімегендей болып үндемедім. Сонда менен жауап болмаған соң, енем жақындай түсіп, Жанекжан, түнде үй сыпырмайды, сондай примета бар. Тасташы сыпырғышыңды, кел мына жерге отыр. Хамитжан келгенше деміңді ал, деп өзі отыра кетті. Онан мына сыпырғыштың орнына шаң сорғыш алу керектігін, оны туған күніме орай өзі әперетін айтып тастады. Не болса да бұл қатын бағанағысын жуып шайып жатыр. Қысқасы ол жайлы ешқандай сөз айтпағаныма өзі бірінші сөйлеп бастаған енем. Қалтасы қандай екен, саяз ба, шұқыр ма, соны білейін деп қол салып едім. Ыңғайсызданып қалғанымшы, дейді. Осыдан кейін миыма келген сөзді айтайын. Бірақ духым жетсе қане? Бұл қатынға талай рет айтамын деп барып, айталмаған сөзім көп еді. Тап қазір айтып салайын деп. Сіз бәрінің қалтасын қарап шықтыңыз ғой. Мам, неге қарадыңыз? Деп отыра кеттім. Негізі қараған көзім көрген жоқ. Сонда да қайдан шықса одан шықсын дегенім ғой. Содан өзім айтып, өзім ұялып отырсам, енем онан сайын жер болды. Басы салбырап, төмен қарап қалыпты. Мәне, қорықты. Менің енем сөз таппай жатыр, деп мәзбін. Оның басы салбыраған көргенде, менің де мамамның киімі бар еді. Зачем ол сізге? Деп жаман орысшамды қостым. Мен қалта қарағаным жоқ. Қалтасы қандай екенін көрдім просто. Сен оны өсек қылма, Жанек, ұятқа қалармыз, дейді. Кілттен қорықпаймын. Оның қалтасына салып қойғанмын. Ол жайлы білсе айтар еді ғой. Айтпаса, енем өз қалтасын қарамаған деген сөз. Мүмкін қараған шығар. Онысын білмеймін. Сонымен ене мен келін боп, бір-бірімізді түйреп отырғанымызда байым жетті. Қонақ күткенде шаршатады. Сілелеп ұйықтап қалдық. Ертесіне тұрып шай басында баласы екеумізді біраз мақтаған енем. Қалған кем-кетіктері болса, көктем шыға жөндеп аласыңдар. Қатарларының алды болдыңдар, деген осы. Қараңдаршы, үйлерің жып-жылы, жаңа үй. Мұндай үйге жеткенде бар, жетпегенде бар. Бастысы тату болыңдар жандарым, деп үйіне кетті. Өйткені атам қоңырау соғып,
Қайт десе керек, барып сорпа пісіріп емдеп алады. Ол менің атамның бұрыннан әдеті. Асыра сілтеген күні ертесіне басын жасса құриды. Енем соған жеткізбей сорпа ішкізіп, адам қып алады. Атам жақында ғана емделіп шығып еді. Түнде тағы да ішті. Әйтеуір, арақ көрсе бас тартпайтын адам. Сол күні-ақ мен бұрынғы пәтерге бардым. Жиналған ағаш арасынан күрішкені алып, үйімізге кіргіздім. Онан бірнеше суретке түсіріп, біреуге жібердім. Бір қызығы, осыдан қанша жыл бұрын көрген болсам, күрішке тап сол күйде тұр. Кішкене сары орамалы бар иконасымен бірге алып келген едім. Күн ұясына батып бара жатқанда, ауылдың сыртына шығарып төгіп, мына суреттердің бәрін қоқысқа лақтыр. Онан солай құтыласың. Сосын не болады, бәрін айт дедің ғой. Сіңілім, сол үшін айтайын. Алдымен мынаны қара, деп бір-біріне сүйеніп тұрған 3 тастың суретін жіберіпті. Сол 3 тасқа үңіліп отырып, бұл немене тастар, деп таңғалдым. Ол келіншек соны білсе керек. Әне, анау тұрған 2 тасты көріп тұрсың ба? Деп жазды. Иә, көріп тұрмын. Бірақ ол 2 тасқа тиіп, тағы бір тас тұр. 3 ғой, дедім. Иә, қазірше 3, бірақ сол 2 болған кезде жаның жай табады. Күйеуің анда-мында кетпейтін болады. Түсіндің ба? Дейді. Түсіндім, иә, деп ойланып отырмын. Алайда ештеңе түсінген жоқпын. Мына 3 тас қайдан келген тастар деймін. Рас, кәдімгі арабша жазылған үлкен кітаптың үстіне шашылып, бірнеше тастар жатыр. Оның ортасында 3 тас бір-біріне сүйеніп тұр. Бұл деген таң қаларлықтай нәрсе еді. Мұндайға сенесіз бе, жоқ па? Мүмкін мына тастарды қолмен қойып қойған шығар деп те ойлап қоямын. Тәте, мен сізден бірдеңе сұрайыншы. Сұрай ғой, сіңлім, деп жазды. Мына 3 тасты түсінбей тұрмын. Неге мұны жібердіңіз? Түсіндіріп айтасыз ба? Деп сұрадым. 3 тас ол сенің күйеуің, сосын тағы бір қатын. Әрі қарай түсінген шығарсың, дейді. Сонда ғана мендей бейбақтың миына жетті. Бірақ еркекке 2 қатын ортақтасып жүрген жоқпыз ба? Намысым қысып, мен ажырасып кетпедім. Жағаласқанын айзат та қоймады. Рас қой бұл. 6 жылдан бері менің өмірім арпалыспен өтіп жатыр емес пе? Осыдан кейін сол келіншекті тәте қылып алдым. Бірнеше рет бейнебаянмен қоңырау соғып, ашып сөйлестім. Қосағың көзіңе шөп салып жүр, деп еркекке де, қатынға да айтуға болмайды. Ол үшін арнайы заң бар, соттайды, дейді. Мен оның көзіме шөп салып жүргенін білемін. Екеуін ұстап алғанмын десем. Білсең, сол ғой. Анау бір-біріне жабысып тұрған 2 тас, сен мен күйеуің, ал анау сүйеніп тұрған ол тағы бір қатын, сіңлім, дейді. Негізі мен онан, байым көзіме шөп салып жүрма, деп сұрағаным жоқ еді. Менің сұрағым, бойымда дуа бар ма, айтасыз ба, дегенім ғана. Кезекте бір сөйлескенде нақтылап тұрып соны сұрадым. Сонда ғана ол кісі маған сенді ма, өзінен өзі айта бастады. 3 жұма дей алмаймын. 3 айда емес, 3 жыл болар. Тағы да 3 жыл уақытың осылай өтеді, сіңлім. Саған айтар ақылым, айқай шығарып керек емес. Әлі уақыт бар, күт, деп жазып қоя салды. Ойбай, апа, қашанғы күтемін, деп айқайлап жылап бердім. Жылағаннан пайда таппайсың, соны түсін. Мен саған бірдеңе айтайын, бірақ арамызда қалсын. Ойлап отырған адамың үйіне келгенде, ұл тарағының шетінен кішкене кесіп алып қал. Сол кезде маған хабарлас. Ол сенің үйіңе жиі-жиі келіп тұрады ғой. Өзің білесің, деген ақылын айтты. Мұнысы рас қой. Енем үйге жиі-жиі келеді. Көп өтпей жаңа шаңсорғыш көтеріп, туған күніме келіп кетті. Кешке жастар келер, олардың арасында нем бар құрсын. Күндіз келгенім, жаным міне, мынау туған күніңе. Шаңсорғыш, сыйлығым болсын, деп келді. Алғысымды жаудырып, сүт қосқан шайымды беріп жібердім. Бірақ өзіне білдірмей, ұл тарағынан бір жапырақ кесіп алып қалдым. Сонан бері Айзатты да жіберетін болып жүр. Ештеңе істемесе де қызын құшақтап отырып кетеді. Ол осыдан тура 4 жыл бұрын атың өшкір ковидтің өршіп тұрған кез еді. Осыдан кейін мен бейбаққа қайда барсам да қорқытың көрі болдым. Енем үйді құжатын бермей соза берді.
Байым да жеңешесіне барғанын қоймады. Ара гідік көзімді ала бере тайып тұратын. Ағам сорлы келіп кетіп жүре берді. Бір жылда 3-ақ рет келсе де көп жүрмей қайтып кететін. Тіпті ковидке байланысты шекара жабық деп 10 ай келмеген кезі де болды. Сол аралықта Айзаты екіншісін туып, үшіншіге жүкті болды. Ол бейбақ менің байымнан екеуін туса, кімнен көтерсе де үшіншісін көтерді. Айтыңызшы, мен енді не істейін, деп сұрадым бір күні. Өйткені Айзат көтерген сайын жүрегім сыздап қанжылайтын. Ештеңе істеме, және де ешкімге айтпа, дейді. Қашанғы шыдаймын, олардың мұнысы таза қорлық қой, дедім. Айтқандай, тәте, ұлтарағын кесіп алдым, не істейін, деп қуанғанмын. Жасырмаймын, енемнің де Айзаттың да ұлтарақтарынан бір-бір жапырақ кесіп алып қалғанмын. Бұл содан 4 жыл бұрынғы жағдай еді. Сонымен ковид басталған жыл еді. Екіншісін үйде жүріп босанған Айзат, үшіншісінде тағы да емхана жағалады. Тұңғышын босанғанда, соңғы айларында жатқан болса, мұнада 3 айдан кейін докторлар шақырып, қоярда қоймай қалаға жіберді. Осылайша Айзат абысыным ұзағынан кетіп отырды. Бұл біздің арамыз төзеліп, анда-санда амандық сұрасып бастаған кезіміз еді. Өйткені жаңа үйдегі туған күніме күндіз келген енем кешкі отырысқа өкілеп тұрып, киіндіріп Айзатты жіберіпті. Қалтасына сыйлығың болсын деп ақшада тығыпты. Өзі келген соң мен де барымды салып сыйлап күттім. Бірақ сол күні біз екеуміз жеке сөйлеспедік. Онымызда байқаған жастар жағынан сыбырлап сұрағандар болды. Біздің абысын көп сөйлемейтін адам ғой, оның мінезі сондай, деп қотылдым. Жеңешең қыз кезінде көңілді жүретін, әлі де түрбірмеген, жап-жас көрінеді екен, көз тимесін, деп сүйсініп жатты. Шынымен де, біздің абысының көркі ерекше ғой, қазірде сол тұрысы. Бірақ туған қайнысымен шатысып жүзі қара болды демесең, басқасына сөзім жоқ. Алайда жаймен сөйлесіп бастаған соң, емханада жатқанда, жеңеше, денсаулығыңыз қалай, деп өзім қоңырау соғып қалдын сұрадым. Жақсы, шүкір, жақсы, дейді абысыным. Алдағы аптаға қалаға барамын, не апарайын, керек нәрселеріңіз болса айтыңыз, дедім. Жағдайыңа қара, жол көк тайғақ деп жатыр, абайлаңдаршы, дейді. Осыдан кейін Айзат менімен тым жақсы сөйлесіп бастады. Бұрындағыдай ерін шүйірген қойды. 2 баласын менің байымнан туған соң үй алса керек. Мүмкін олмаған сондай болып көрінген шығар. Соңғы кездер арамызға түсетін енем де өзінен өзі саптиылды. Себебі атамның ауырып бастағанына біраз болған. Сонымен әуре болып зыр жүгірді. Осылайша арамыз жылып, әңгімеміз WhatsApp'та өтті. Ағайын туыс, абысындар чатында амандасып бастап, онан жекеге шығып жазысатын болдық. Сондағы менің білгімнің келетіні, ағамның ақсақ екенін білгеннен кейін не болды деймін. Енем кіріп бірдеңе оқыды деді ғой, су ішкізді ме екен. Сонан соң бұл бейшараның басы айналып қалған шығар. Сонау бір жылғы айқайда енем үйден күрішке шығарған. Сол күрішкедегі суды мен де ішкенмін. Ол менің есіме кейіннен түсіп жүр. Қалай десеңіздер айтайын. Сол үйдің ыдыс аяғын ұстаған келінмін. Қандай ыдыстары барын білемін. Ал көк күрішкені ешқашан көрген емеспін. Сонда, мына күрішке қайдан шықты? Біздің үйдің күрішкесі емес қой, деп таң қалып едім. Міне, көк күрішке менің сол күні есімде қалған. Ойыңда арамдық болмаған соң, ұсақ түйекке мән бермейді екенсің. Бұл күрішкенің сиқыры барын енем күбірлеп отырғанда түсіндім. Онысын үстіме кіріп бірдеңе оқыды, деген Айзат та айтқан. Бәлкім бұл біреулерге жындының сандырағы көрінер, алайда ұлтарақ ұрлағалы адам бола бастадым. Расау, түс кезінде келген енемнің ұлтарағын шығарып, ұшынан кесіп алып қалдым. Содан жүрегім кеудеме сыймай, алып ұшып, ана кісіге суретін жіберіп, саламатсыз ба тәте, бұл мен ғой, Жанеркемін, мынау сіз айтқан ұлтарақ енемдікі, деп жаздым. Таныдым сіңлім, таныдым. 2 балаңның суретін алып таста, баланың суретін қоймаңдар, деген жауап келді. Сол жерде WhatsAppқа қойған ұлдарымның фотоларын ауыстырып,
Күтіп отырдым. Біраздан кейін, енді бәрі жақсы болады. Ешқандай алаңдама, сіңлім, деп жазды. Сонда, осымен бәрі бітті ма? Болғаны осы ғана ма? Деп таңғалдым. Өзім сол күні кешке қонақ күтіп, әбіржіп жатырмын. Сіңлім, мен құрбым келіп, дастархан жайып көмектесіп жүрген. Мен қолымдағы телефонға қайта-қайта қарап, алаңдаумен болдым. Сөйтіп жүргенде күн кешкіріп қалды. Шыдамым бітіп, тәте, осымен болды ма не? Деп сұрап жаздым. Арадан біршама уақыт өтті. Тіпті қонақтардың алды келе бастады. Бір қарасам, иә болды, енді бәрі жақсы болады. Қайғыра берме, деп жазыпты. Ойбай, бұл қатында қуғынбай біреу ма? Деп қоямын. Мына заманда екінің бірі алайық қой. Мүмкін бұл қатында алайық шығар. Менің оған 1000 теңге төлегенім де бар. Бірақ ақша бердім деп, қайта-қайта қипақтап сұрай бергенде, тағы да ұялады екенсің. Сонымен арадан көп өтпеді. Ойда жоқта енем қоңырау соғып, Айзат барып біршама отырып қайтады. Үйде зерігіп кетті, деп тұр. Екеуміздің сөйлескенімізге қарсы болған қатынның сол күнгі сөзі аспаннан түскендей еді. Таң қалмай көріңіз. Иә, мама келсін, келе берсін. Жеңешеме айтыңыз, дедім. Әрине, мұндайда келмесін деп айтпайсың ғой. Айзат абысыным таксимен жетіп келді. Біз сонда амандасқаннан әрі аспаған болсақ, соңынан сөйлесіп, сырласып кеттік. Сол үшінде қалын сұрап, емханаға бардым. Қалтам көтерген біраз нәрселерді апардым. Бұл әлгі кісі айтқандай, күрішке мен орамалды лақтырып, ұлтарақ ұрлағаннан кейінгі әңгіме. Тағы да 3-4 жыл деді ғой. Сеніп көрейін, деп жүрген жылдарым еді. Осы кезге дейін өкінішпен өмір сүріп келдім. Соңы тәтті болса болды. Онан басқа ойым жоқ. Қазақтың әуелімнен ақырым деген сөзі бар емес пе? Ақыры қайырлы болғай. Мені көрген Айзат сонда кәдімгідей қуанып қалды. Екеуміз абысын мен келін болып, біразға дейін өсек соқтық. Не айтады дейсіздер? Әңгімеміздің соңы енемізге жетіпті қылды. Жанек, тәуіптігім бар, өзім оқимын деді де, 3 рет оқыды. Бірақ үшеуінде үйде ешкім жоқ кезде оқыды. Сол үшін сен ештеңе білмейсің, дейді. Потом деп едіңіз, әрі қарай не болды? Деп сұрадым. Біздің бұлай сөйлескеніміз өте күлкілі еді. Күлкілі емей немене? Бір үйдің абысынды келіні бір татаққа таласып 9 жыл жүріппіз. Потом болғанда сол Ғабит жақсы болып кеткенше Хамитім бар деп сыбырлап жүрді, дейді. Сонан соң не болды? Деп сұрадым. Басында не айтқанын түсінбей жүрдім. Соңын өзің білесің ғой, дейді. Сонда Хамитпен боласың дегенде үндемей келісе салдыңыз ба? Білмеймін. Сондай бірдеңе болды ғой. Әйтеуір бәрін мамаша өзі келістірді. Менің басым айналып қалды. Бірақ ол маған боласың деп айтқан жоқ, деп қарап тұр. Құдайдың өзі кешірсін дейін. Мына Айзаттың қанында бірдеңе бар ғой сірә. Қаны бұзық қатын деп бекерге айтпайды. Марқұм әкесін жүргіш болған деп естім. Сіңлісін естіп жүрмін. Негізінде өзі де сайқалдыққа сайын қатын бұл. Әйтпесе Хамитім бар дегенде қуасың ба сен қатын? Не деп отырсың? Демей ме? Жағасынан алып аурусың ба деп айқайласа кетпей ме? Есі дұрыс қыз, бір баласы жарамаса, екінші баласымен жата бермейді. Демек болар, қотыр атқа соқыра түйір дегендей болған. Онысын дуаландым, 3 рет оқыды, дем салды, деп енеме жауып отыр. Мұның менен потом деп қашып жүргенінде сол болар. Осыдан кейін несін сұрайсың? Жарайды жеңеше, аман есен босанып алыңыз, мен де ендеше қайтайын, деп орнынан тұра бердім. Қыстың күні бір тұтам. Әнем не дегенше күн батып, қараңғы бола салды. Соңынан ерген Айзат есікке дейін келді. Артыма бұрылып, пака жеңеше, деп тұтқаны ұстай бергенімде, Жанерке деген дауыс шықты. Ау я, деп жалт қарадым. Үйінің құжаттарын атыңа рәсімдеп ал, айтқан ақылым болсын, дейді жеңешем. Басымды көтеріп таңырқай түстім. Рәсімдеп ал, Жанерке, маған ол керек емес, мен қашан болмасын кетемін, дейді. Кетсең атамнан әрі, деп іштей күбірлеп, оны өзімде ойластырып жүрмін, сау болыңыз, деп шыға бердім. Атам ковид жұқтырып, енемнің шамасы болмай жүр.
Осы кезде сен одан құжаттарыңды сұра. Ғабит енді Еуропадан келмейді, мамаша жұртына кетеді. Оның сонда баласы бар, деп айтып салды. Сыртқы есіктен шыққаным еді. Күн қатты аяз екен. Күндіз де суық болған. Кешке қарай онан сайын құтырып кетіпті. Қалтамнан телефонымды шығарып, такси сағайға қоңырау соқтым. Сол емханада бола бер, қызым, ешқайда шықпа, өзім барып алып кетемін, дейді. Ұмытып кетпеңізші аға, деп ескертіп телефонымды қайта салып, артыма бұрылдым. Ашық есіктен Айзат қарап тұр екен. Кіре ғой, деп жол бергендей болды. Басым салбырап қайта кірдім. Екеуміз ұзын дәліздің ортасындағы кеңістікке барып отырдық. Анадай жердегі компьютер алдында бір қыз отыр, басқа ешкім жоқ. Оны сізге кім айтты, жеңеше, деп сұрадым. Ғабит айтты, дейді. Ағам сонда біле ма, десем, білмейше, барып 1 жылдан аса жүріп келді ғой, дейді. Айтқандай, енемді кетеді дегеніңіз қалай, деп сұрадым. Солай болады, Пака атама қарайлап жүр, дейді. Осы қатының пакасы мен патомы қалмайды екен деймін. Мұның бұлай сөйлеуінің негізі бар. Бұл орыс мектепте оқыған қыз. Мен қазақ мектепте де оқыдым. Сол үшін мен ене десем, бұл мамаша деп отырады. Менің мам деп енеме жалбалақтап жүргенім осы Айзаттан үйренгенім. О баста осының ығына жығылып жүріп, бой түзедім дедім ғой. Ол кезде бұл менің ең жақын абысын жеңешем еді. Баймен болғанын көзім көргеннен кейін жиіркенішім оянған. Бірақ осының бәрін істеп жүрген енем екенінде күмәнім де жоқ. Дуаласа да, басқа қылса да, іші білсін, соның еншісінде. Сол отырғанда мен онан тілімнің ұшында тұрса да, көкейімдегіні сұрай алмадым. Ол көрші келіншектің айтқан сөзі еді. Егер де енем кетемін деп жүргені рас болса, ендеше бір кәкірдің бары анық қой. Мен осылай ойланып отырғанда, тіземнен түрткен Айзат, «Жанек, Ғабит анасын көргісі келмейді», деп сыбырлады. Туған анасын көргісі келмесе, ағамда қызық екен, деп таңғалдым. Білесің ба неге? Ол осының бәріне мамасын кінәлайды. Шындығын айтқанда, Ғабит мені де, мамасын да, папасын да жақсы көрмейді. Тіпті Хамитті де жақтырмайды. Ол сол үшін келмеймін деп кетті, дейді. Әрине, ондайды кім жақсы көрсін? Қатынды сен алсаң, бірақ құшағында басқа біреу жатса, қиын ғой деймін. Және де ол сенің туған бауырың болса, саусағыңды шайнасың. Басқа не істейсің? Негізі жас күнінде атам оны көп ұратын болған. Оған себеп те бар шығар. Кім білсін, себебі менің байыма қатты сөйлемейтін болған. Соған қарағанда сорлы еркектің ішінде күмәні болса керек. Сол күмәннің кесірінен 2 балаға 2 түрлі қараған. Бірін ұрып соқса, бірінің басынан сипаған. Алайда атам нақты білмесе де, Ғабиттің өзі біледі. Ол атамның баласы емес, оны Уфадағылар айтқан. Оның үстіне ағам өзінің қауқарсыздығын анасынан көреді екен. Оған себеп, енем айтқандай шешесі емес, енесі қарғап жіберген. Үйткені байы бар, бір балалы қатын, студент атаммен жасырын табысқан. Мұнысы әшкере болғанда, баласын тастап, атама еріп, қашып келген. Сонда бұл қатында енесі қарғамай қайтеді. Оған тірі жетім қалған баланың көз жасын қосыңыз. Оныңызға қатыны көзіне шөп салған еркектің наласын қосыңыз. Құдайдың құдіреті дерсің. Енеміз осында келгеннен кейін Айзаттың әкесімен де ымжымы болған. Онысын көзім көрмеді. Мүмкін қауесет болар. Бірақ марқұм Утешев жақсы адам еді, деп аузының суы құрып отырып айтқандарын талай рет 2 құлағыммен естігенмін. Әрі қарай ештеңе айтқым келмейді. Өйткені жақсы көрген еркегің қызын келін етті. Онан баласы қауқарсыз боп шығып, амалының жоқтығынан 2-ші баласының құшағына тықты. Тағы да айтамын, әрі қарай ештеңе айтқым келмейді, айтпаймын да. Енді мұның бір қызығы, Айзат та ештеңе білмейді. Сенің папаң мен енем андай не болған ғой, дейсің ба? Не дейсің? Біреудің көз жасы екінші біреуді жібермейді. Ол анық екен. Айта берсем өсек көп. Мына Айзаттың да әкесі жайлы сөз көп. Онан туған 3 қызда байы жоқ. Жетісіп жүргендері шамалы. Сол күні үйге тым көңілсіз қайттым. Гүлдей құлпырған қыз едім. Мынандай ырқыл-жырқыл отбасына келін болдым. Бәсе, не дейін, кімнің баласы өзі? Бұл отбасында кімнен кім туған өзі?
Құдай-ай, сыңсып жылап жатқаннан басқа жол таппадым. Не болды саған? Дейді көзін ашқан байым таңырқай қарап. Ештеңе болған жоқ жаным, деп мұрнымды тарттым. Бір сөзді мыжи береді екенсің. Айтқың келгені Айзат па? Оның кеткеніне 2 ай болды ғой. Қойса енді, дейді. Жоқ, Айзат емес жаным, деп құшағына тығыла бердім. Басқа не болушы еді? Соған барып келдің ғой. Бірдеңе деген шығар да, дейді. Жоқ, ол маған ештеңе деген жоқ, деп кеудесіне басымды қойып жаттым. Түн іші ғой, сменен шыққан күйеуім ұйықтап кетті. Көзіне қарап біраз отырдым. Әдемі жігіттер ғой өзі. Мен мұны қатты жақсы көремін. Анау жүргіш Утешев деген түрі еміс-еміс есімде. Мына жатқан күйеуімнің бойынан сол адамның жұрнағын іздедім. Десем де жолдан шаршап келген едім. Басымды қойған күйі ұйқыға кеттім. Алайда сол күннен бастап менің де өзегіме өксік түсті. Ал жаңа жылға әрең жеткен атам емханадан тірідей оралмады. Тіпті 2 баласынан бір уыс топырақ бұйырмады. Себебі ковидтен өлді деген докторлар қара пакетке орап трактормен көміп тастады. Бала шағадан ешкімді жақындатпады. Сөйтіп біреудің отбасын бұзған атамның ақыры оңбады. Еуропаға кеткен ағамнан сонда да хабар болмады. Сол кезде жұрт шулап бастады. Баяғы өсек қайтадан лап етті. Шекара жабық екен, сол үшін келе алмады, деп ақтаған болдық. Ол түгілі үйдегі баласы да әкесінің басына бара алмай күңіреп жатты. Алайда арадан ай өтпей әр пендеге жан қайғы болды. Өйткені көктемге қарай бұл ауру тіпті де өршіп кетті. Ауыл ішіндегі адамдардың қарасы азайды. Күн ара бір шаңырақта қара жамыла бастады. Кемпір мен шалы қатар кеткендер де болды. Соңында біреуді өсектемек түгілі есігін ашудан қалды. 3 айға барлық жолдар тас жабылды. Қысқасы, қарғыс алған бір тұяқтан бір ұрпақ қалмады. Есіл ер 2 ұлды бақты, һәм қақты. Бірақ атам қайтқанда көзім қимай, мен де қатты жылағанмын. Үлкен үйде келгенде оң жақта бөлмесі бар еді. Әй, келінжан, келдіңдер ма? Деп орнынан тұрып, балаларының беттерінен сүйетін. Оның қалтасын қағып, қолдарына тиын тебен ұстататын. Сірәда, мына өлім дегенге дұшпаныңда қимайды екенсің. Атамның орны ойсырап, ойылып қалды. Дегенмен, өлгеннің соңынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілік қылады деп жүргенбіз. Содан мына ковид құрығыры саябырсыған кез еді. Бір күнде Айзат абысыным аяқ астынан аңырап қалды. Апта қызулатқан Айлин деген кенже қызы шетінеп кете барды. Оған көз тиген деді. Тіл сұқ болған деді. Әйтеуір 6 айлық қыздың апта ауырып ғұмыры үзілді. Сондағы Айзаттың мені құшақтап жылағанын көрсеңіз. Зар еңіреді ғой бейбақ. Жанының ашығанын айтпай-ақ қояйын. Менің де көзімнің жасы көл болды. Жаратқан ием ананы баладан, баланы анадан айырмасын. Сонда мына отырған сорлы қатын тірі баласын қалай тастап кетті екен, қалайша көзі қиды екен деймін. Қатының бұзықтығы осы шығар. Баласын ойламай, бұтын ойлаған енеме не айтайын. Не десем де, Айлиніміз белі қатайып, қолға үйреніп қалған еді ғой. Қазақ мұндайда баланың көзге көрінген шағы дейді. Ол қыз шынымен де сүйкімді еді. Көз тиетіндей тәп-тәтті періштеді. Сондай қызымыздан айырылып қалдық. Міне, осыдан кейін Айзаттың жүні жығылып, қатты жүдеп кетті. Көзінен жасы құрғамай көп жүрді. Анда-санда келгенімде көзін сығымдап күңіріп отыратын. Мені көрсе, құшақтап алып, аңырап бастайтын. Мұнысы маған құдды бір мені кешірші, мен күнәһар бейбақпын, деп кешірім сұрап жылайтындай көрінетін. Бұл қарша қыздың қалаға жоғары оқу орнына түсіп, студент болған кез еді. Мен іргемді бөлек салғанмын. Ауыл сыртындағы Новостройкада тұрамын. Негізі бөлек кетемін деген ойымда болмаған. Ол мына отырған енемнің жоспары еді. Қылмысыңды қашанғы жасырарсың, қашанғы арам жолмен артыңды жабасың. 100% айта алмаймын. Бұл солай ойлайды. Мені алыс жіберіп, Айзат пен Хамитке жол ашты. Сөйтіп ағамның ақсақтығын жасырып жүре бергісі келді. Оған пенде ғанамыз. Құдайдың да көздегені бар. Айналып келгенде көктегінің айтқаны болады. Жердегі біз
бір-бірімізден көреміз. Қысқасы, атам өліп, үйдің іші шулап жатқанда айналамыз тым-тырыс болды. Сол жылы есігіңді ешкім ашпайтын жыл туды. Мұндайда үйдің құжатын сұраудың өзі ыңғайсыз ғой. Үндемей жүре бердім. Алайда қайғымыз басылып, есіміз жия бергенімізде Айзаттың қызы қосылды. Қайысты. Сол қызда менің де қабырғам қайысты. Қаршадай қыз, қу құдайға не жазып еді. Алды да кетті. Ағаңа хабарлас, деп қызға айтып едім. Бара алмаймын депті. Жанекжан, сен өзің бір ауыз айтасың ба? Дейді енем бір күні. Мен не деймін, ұяламын, деп басымды ала қаштым. Білмеймін, сен де бір ауыз айтсаң деймін да, келінжан, деп үнсіз қалды. Сөйтсем мына үйдегі қызықтың бәрі енді басталған екен. Қайнағамыз ешкіммен сөйлеспейді дейді. Соңғы рет шешесімен осыдан 3 ай бұрын сөйлесіпті. Бұл Айлин періштемі шетінеген кез еді. Сонан бері шешесі қоңырау соқса көтермейді, жазса оқымайды екен. Оның үстіне ағамыздың Айзатпен де аралары мәз емес. Ал менің байыммен мүлдем араласпайды. Бұл екеуінің сөйлескендерін көрген емеспін. Құдай-ау, қалай сөйлеседі? Бір жатырдан шыққан інісі қатынына шауып жүрсе, өкпелемегенде қайтеді. Алайда ағам біле ме екен, осының бәріне шешесі кінәлі. Менің Хамитімнің басын бұзғанда осы қатын. Бірақ мен осылай айтам ғой, негізі қотыратқа соқырат үйір болғандары дейін. Әйтпесе, ағаңның қатынына шаба бер, десе, туғанысы шаба бере ме екен? Еркекте намыс деген болмай ма? Әрине, Айзаттай үлбіреп тұрған әдемі келіншекке 80-дегі шалда сүйсінер. Бірақ бауыр деген бөлек қой. Бірінің қатына бірі шабатын кәпір ме да? Мұндай азғындыққа миым жетпейді екен. Біздің үлкен үйде осындай өмірі басталды. Бір күні енем үйге келді. Мүмкін мына үйді сатып жіберіп, қайтып келерсің Жанекжан, дейді көзін сығымдап. Сатпайым, әуре болмаңыз, дедім. Айзат кетемін деп отыр. Мен сонда жалғыз қалам ба? дейді. Осы сөзінен кейін ойланып қалдым. Айзат кетемін деп маған да айтқан еді. Ақыры кетуге бел байлаған екен. Негізі дұрыс қой. Ол бейбақ кетпегенде не істейді? Жасы 30-ға келді. Қашанғы менің баймен ортақтасып жүреді. Осымен жетер енді. Солай жармасып жүргенде 7 жылдан кетті. Дені дұрыс еркекке тигенде, аял алақанда жүретіндей қыз еді. Қайдағы бір қатының сөзіне еріп, ағама тиіп, оны жақсы болғанша десе, қайнысының құшағына кіріп, сөзім жоқ. Бұлардың төртеуінің де айтарға сөзім жоқ. Ағама да, Айзатқа да, байыма да. Мына көзін сүртіп отырған енеме де сөзім жоқ. Бұлардың мұнысын төсектес, 4 бұрыш дейін ба? Не дейін? Марқұм атама ештеңе демеймін. Ол сорлы ештеңе білмей кетті. Бірақ біліп тұрып, мына қатындікі не? Сол күні кешке дейін отырған енем үйіне қайтатын болды. Сезіп тұрмын. Менің үйімде қонып қалғысы келетіндей қипақтап отырды. Егер де мен, мам, жатып кетіңіз, деп бір ауыз айтсам, жарайды деп жата қалатындай. Осыдан ақ Айзат екеуінің арасы жақсы еместігін түсіндім. Жалпы бұл екеуі біраздан бері қырғи қабақ болған. Онысын байқап жүрмін. Өйткені күрішкесі ұрланған енем соңғы күндері жанынан айырылған бақсыдай жылмыңдап кетті. Мүмкін осының бәрі сенің кесірің деп Айзатқа да айтқан шығар. Құдайдан көрейін дегендей, айналып келгенде 6 бөлмелі даңғарадай үйде 2 қатын қалды. Сонша жыл жылап жүрген менің көз жасымды Құдай көрді. Әлде де ашуым келгенде айтайын, сиқыр қатын көзімді ала бере, екеуін қосып қалаға жіберіп те жүрді. Құдағидың қасында түнеп қайт жаным, мына үйге алаңдама, өзім қараймын, қартайып қалғаным жоқ, деп төркінме де жіберіп жүрді. Осы күні ойлап отырсам, мен сорлы аузымды ашып жүре берген екенмін. Дегенмен қанша жерден екеуін қосса да, жасандының аты жасанды болды. Жалған жұп ұзаққа бармады. Жабыстырылған жұп жалғасын таппады. Табыстырылған жұп тәтті болмады. Соның соңы міне, 2 бейбақ бірін-бірінен көріп үлкен үйде ырылдасып жүр. Қыз оқуда, екеуден басқа ешкім жоқ. Кезінде кең байтақ, Ресейге сыймаған қатын қазір үйіне сыймай бастапты. Құдайдың құдіреті осындай күшті дейін. Мына Айзат пен Хамит кім?
бұлар бір-біріне кімдер болып келеді? Біле білсеңіз, мен үшін ең қиыны осы болып тұр. Өйткені өз балаларының қанын білмегенің, бұл деген ең жаман нәрсе. Қос құлыным аман болсын. Бұлар менің өмірімнің мәні де, сәні де. Ертең-ақ өсіп жігіт болады. Қазірден өз тәрбиеме үйретіп келемін. Мысалға үлкеніме кішісі аға деп сөйлейді. Кішіме үлкенім бауырымсың деп отырады. Үнемі сен екеуің бауырсыңдар, бауырдан жақын ешкім жоқ деп миларына құйып отырамын. Тәрбие тал бесіктен деп осылай үйретіп келемін. Ал анау үлкен үйдің шынымен де сәні кетті. Жеңеше, үйге бармасаңыз болмайтын сияқты, деп тағы бір күні студент қыз қоңырау соғып тұр. Өзімнің үйім бар ғой, ол жақта енем мен абысын бар емес пе? Дедім дым білмегендей сұрап. Білмеймін, мамам ауырыңқырап жүр екен. Сонда да Айзат жеңешем бар жұмыста мамама салып, өзі ештеңе істемейтін көрінеді, дейді. Сол Айзатты жаңа көргендей, ол баяғыдан ештеңе істемейтін қатын ғой. Мен келін боп түспей тұрып, ештеңе істемеген. Мен келген соң бөлмесінен шықпайтын болды. Білем ғой, тал түске дейін ұйықтап жата беретін. Марқұм атам сол үшін оны жаман көретін. Оған ақсақ баласы үшін шыр-пыры шығып, енем араша түсетін. Айзатты жаман үйреткен осы қыздың шешесі ғой. Пенде туғанда ақ қағазға таза туады. Шебер Құдай сол қағазға тағдырыңды жазады емес пе? Бүгін Хамиттің жұмыста екенін біліп, Айзат келіп, кешке дейін отырды. Өкпем бар ғой. Бұғанда жатып кет деп айтпадым. Алайда көзінен мұң жарығы шығып, өкініші көрініп тұрды. Үйге барғанда не істейді? Жатады да қояды. Берекесіз үй болды деп соны айтайын. Ал төркініне кеткенде не істейді? Ол жерде қартайған жесір ана мен байдан қайтқан қыздар бар. Олар мұны екі қызымен қосып түтіп жейді. Әсіресе өзін модельмін деп әлеуметтік желіні шулатып жүрген Илзаты мұны тепкілеуден де тайынбайды. Айтқандай, сол үйдегі жесір ананың тірі күнінде байынан көңілі қалған дейді. Момын сорлының қыздары айтқанын тыңдамайды. Оны да білеміз. Мен қайтайын, такси нөмері болса берші, деп сұрады. Мына заманда такси нөмері кімде жоқ деңіз. Бәрімізде бар ғой. Әдейі сұраған біліп тұрмын. Сондағысы, жатып кетіңіз деп айтама деп үміттенген анық. Білмеймін, сонша жыл бір байға таласып жүріп, бүгін бір үйде түнегеніміз дұрыс па? Сол күні өзім такси шақырып беріп, соңынан ере шықтым. Үйінің құжаттарын алдың ба? Деп сұрады есікке жеткенде. Алғаным жоқ, бірақ аламын, дедім. Алып ал, Жанек, әйтпесе кетіп қалады, дейді. Осыдан кейін мына Айзатпен отырып сөйлесу керек деген шешімге келдім. Өйткені бұл маған бірдеңе айтқысы келгендей көрінді. Не екенін білмеймін, бірдеңесі бар ғой мұның. Жеңеше, бүгін үйге сіңілерім келетін еді, мен өзім сізді арнайы шақырамын, деп айтып қалдым. Жарайды, ендеше айтарсың, деген Айзатым көліктің есігін жапты. Соңынан қарап тұрмын. Қимай бара жатқандай жалтақтап кете берді. Сырттай көрсең, тым жақсы қыз дейсің. Бірақ Құдай қызды бақытсыз қылайын десе, бір мезетте екен ғой. Туған келінің байына жармасып, жексұрын болып қалды. Сыйлағымақ келеді, сырласқымақ келеді. Мұның болмысына қызғана да қараймын. Алайда баймен жатқанын көрген соң ішім жылмайды. Қысқасы соңғы бір айда енем үйге 3 рет келді. Екеуінің бастары сыйыспай жүрсе қайтсын. Бір барғанымда екеуі екі бөлек тамақ жеп отырғандарын үстінен түстім. Нағыз бақытсыздық дегенің осы. Бай өлді, бала кетті. Жалғыз қыз алыста. Үйдегі келінің барынан жоғы жақсы. Өзім айтқандай, Айзатты қонаққа шақырдым. Екі қызын ертіп келіпті. Оларға менің екі ұлым қосылғанда үйдің іші азан-қазан болды. Осылайша екі қатынның өсегі басталды. Тірі жесірмін, Жанек, дейді жеңешем. Болмайтынын білсеңіз, неге кетпедіңіз? Деп сұрадым. Болады дегенге үміттендім ғой. Мен оны қатты жақсы көріп келдім, дейді. Айзатты түсінемін. Жақсы көргеннен өзімде кетпеген едім. Мына құрмағыр ғашықтық дегенді білемін. Хамитті сол үшін кешірдім емес пе? Үлкен баласы шақырып жүр. Жоғары оқу оқыпты. Жергілікті кеңістікті басқарады екен, дейді.
Оны қайдан білдіңіз деп сұрадым. Телефон соғып тұрады. Скоро мамаша қайтып кетеді, дейді. Айзаттың айтуынша, сонау Уфадағы тастанды баласы үлкен бастық екен. Сол жігіт мана мамасына елге қайт деп шақырып жүрген көрінеді. Әңгімеміздің әрісінен бәрі өсек болды. Алайда қанша ашу шықса да, мамашаң әкеңізбен жүргенін білесіз бе? Деп қызынан сұрай алмайды екенсің. Жұмбақ болып бұл қалды. Менің баймен қашаннан жатып жүрсің, деп оны да сұрай алмадым. Егер шатаспасам, Айзат келін боп түскеннен кейін бастады. Ал енесі дуалап жіберген енемнің соңы жақсы болмады. Оның несін сұрайын? Сұрамай-ақ көзім көріп отыр. Мына баласы жібереді деп ойлайсыз ба? Деп сұрадым. Жіберетін шығар. Жібермесе қашып кетеді. Мамаша қатты ойланып жүр. Сен оған айтпай-ақ қой, дейді. Құдайдың құдіреті дерсің. Қарғыс атқан пенде шынымен де оңбайды екен. Бір баласын тастап, осында қашып келсе, мұнда бір баласын тастап, сонда қашып бармақша. Кейуананың көз жасы қойсын ба? Айтқандай, осы Айзат не жеп, не киіп жатыр. Шынымен де кезінде әкесі тірі тұрғанда шалқыған байдың қызы бүгін не жеп жатыр екен. Бөлек шыққалы басыма түсті. Бәрі ақша. Енемнің пенсияға жасы жетпейді. Ішкен тышқанын аңдығандай болмайын деп, мұны да сұрай алмадым. Сол келгенде бір түн жатқан Айзат абысын ертесіне кетті. Хамиттің жұмыстан келетін уақыты болып қалды десе керек. Алаңдап асыға берді. Содан таңғы шайды ұрттады да, ұйқылы ояу қыздарын киіндіріп кетті. Кекшілдік жақсы емес, жіберу керек дейтінмін. Жібердім, оны жібердім. Кеудемде қатқан кекті бір күнде жібердім. Қашан десеңіз, Қаршағыз кеткенде жібердім. Жаңа үйімде құдаларға қонағасы бердім. Асынып-тасынып Қостанайға бардық. Таңғыр-тұңғыр тойды да өтті де кетті. Оғанда міне 3 ай толды. Қаршағыз 2 қабат екен. Көтеріпті деп естім. Бір күні ескертпестен енем кіріп келді. Тамағымды пісіріп алдына қойдым. Жан деп отырып, қолыма құжат ұстатты. Кетет деп естіп жүрмін. 2 баламның бетінен кезек-кезек сүйе бергендей көрінді. Онан екеуі 2 жағына алып, құшақтап жатты. Соңында бұл да Айзаттай болды. Хамитті күтпей, таңмен тұрып, өкшесін көтерді. Есік алдында мені құшақтап, бауырына басты. Маңдайымнан иіскеп, бетімнен сүйді. Таксиін шақырып берген едім. Келемін дегенше үйге кіріп, 2 баламды тағы да сүйіп шықты. Сөйтіп жүргенде таксидің қарасы көрінді. Енем маған бір ауыз сөз айтты. Менің қорғанышымды сен алдың ғой. Жанекжан, қақың бар меді? Мен өзімді өзім қорғаныш жасайтын едім. Оның басқаларға зияны жоқ еді, дейді. Не деп тұрсыз, мам? Қорғаныс деген немене? Деп сұрадым. Жарайды келінжан, көлік келді, мен барайын. Деген енем таксиге отырып кете барды. Төк түсінбей аңырап қала бердім. Ойлана келе, күрішкені айтты ғой, күрішкені деймін. Әлде анау икона ма? Соны айтты ма екен? Бір барғанда сұрармын деп қоя салдым. Сол күнгі қуанышым қойныма сыймады. Өйткені үйімнің құжаттары қолында тұрды. Енем айтпақшы, қатарымның алды болған шығармын. Мұнандай үй қазірше ешкімде жоқ. Тап осы үйде қостанайлық орыс құдаларға қонағасын беріп едім. Орыс емес ау, қазақтың орыстары дейін. Біреу қазақша сөйлемейтін қазақтар екен. Кімге барса да, Қаршағыз бақытты болса болды, жыламай жүрсе болды. Мен 17 жасымда кеттім. Бұл 18-ге толды. Нишауа, ештеңе етпейді. Негізі өзі жақсы көретін жігітке кетті. Соның өзі бір бақыт. Жанюка, қалың қалай, дейді жеңешем. Жақсы, дегенше болмады. Мамаша кетті, дейді жыламсырап. Қайда кетті, қашан кетті, десем. Бүгін 3-ші күн. Таган рухқа жетіпті, дейді. Табан рот деген немене? Мамаша Уфадан емес пе еді? Деп сұрадым. Сонда өксігін басып алған абысыным. Таган рок, Ресейде сондай қала бар, деп бөліп айтты. Мұндайда қала бар екен ғой деймін, таңырқап. Хамит сменде еді. 2 баламды ертіп, қара шаңыраққа қарай шыға бердім. Бұл 2022 жыл. Қазақ қанды қаңтардан қара жамылған кез еді. Сондағы түйгенім,
Айзат абысыным қатты жылаған екен. Онысы жасаурап қызарған көздерінен көрініп тұрды. Енем шынымен де кетіп қалды ма? Деппін таңырқап. Иә, кетті. Алдыңғы түннен бері жоқ, дейді. Сонда мына баласына бір ауыз айтпаған несі? Деп сұрадым. Екі баласы да біледі, несін айтады, дейді. Бұл қалай болғаны? Деп таңғалдым. Енең кетеді дегенді бұрында естігенмін. Бірақ Хамитті тастап кете алмайды деп ойлаппын. Өйткені өз басым екі баламнан асып ешқайда бармаймын. Олар менің бауыр еттерім. Осындағы 90% аналар балаларын тастап кетпейтіндері анық. Бірақ адамның аласы ішінде деген. Көкек ана дегенде бар екен. Анау қызды қойшы, ол тұрмыста дейін. Мына баласы бар емес пе? Мұны кімнен туғаны маңызды емес. Бұл оның құрсағынан шыққан бала ғой. Бәсе деймін, 1,5 жасар баланы қалайша тастап келгеннен шошып едім. Сөйтсем, есіз қатындар есейген баласында тастап кете береді екен. Сол күні түсте Айзат қуырған картоппен шай іштік. Дастарханға барын қойып, ызырылдап жүгіріп жүрді. Кезінде аяғын аспанға көтеріп жататын абысыным басына түссе, тым жақсы жұмыс істейді екен. Түйеге жантақ керек болса, мойын созат дегені осы шығар. Құжаттарының бәрін алып кетіпті, ештеңе қалдырмапты, дейді күйбеңдеп жүріп сөз арасында. Өзімнің бөлмемнен бастап, атамның бөлмесіне дейін шұбарып жүріп, қарап шықтым. Тұмбап шифонерлердің үсті де, іші де бос, қаңырап тұр. Мына жерде атам екеуінің жас күндерінде түскен суреттері бар еді. Оны да зым-зия жоқ қылған. Тіпті басында шарф сияқты байлап жүретін орамалы бар еді. Ол да жоқ. Бір сөзбен айтқанда, енем ізін тап тұйнақтай қып тазалап кетіпті. Жеңеше, осыншама нәрселерді сөмкесіне салып жатқанын байқамадыңыз ба? Әлде көрмегендей болып жүре бердіңіз бе? Деп сұрадым. Түн ішінде оянып кетсем, өзінен өзі күбірлеп отыратын. Бірақ неғып отыр деп есігінен қарамаппын, дейді. Қызық екен, түбі түсініксіз қатын болғаны ғой. Мыналардан екеуін айтайын. Айзаттан естуімше, енеміз 16 жасында балалы болған екен. Еркектің шешесі сұрапыл соғыс көрген, аузы дуалы кемпір дейді. Соның арқасында жалғыз ұлы сотталмай, аман қалыпты. Әйтпесі 15 жасар қызда 30-ға келген еркек арбағаны үшін түрмеге кетеді екен. Әбүйір болғанда партия қатарында болған енесі араласып, 2 қабат қызды баласына әперген. Сөйтіп жалғыз ұлы сотталмай аман қалған. Осындай менің енем ойдақтап жүріп от басқан қыз болған. Расау, 15 жасар қыз ұшып қонып жүріп, алданып қалған шығар. Сонымен баланы туып беріп, 17-ге келгенде оқуға түсіп, біздің атамызбен араласып қойыпты. Онысын байы біліп қалғанда, атама еріп тайып тұрған. Некесін дәлелдейтін қағаз жоқ. Ол заманда неке қағазы 18 жастан беріледі екен. Салдарынан Уфаның татарлары мен Таганрогтың башқұрттары керісе бастапты. Мұның соңы үлкен айқай болған. Қырғи қабақ төбелескен дейді. Ал Қазақстанға іздеп келуге екі жақта батын алмаған. Қазақтар жаман болады деп түсінсе керек. Еліміздің ұлты башқұрт, барған жері татарлар, яғни татардың келіні болады. Басында құда болған башқұрт пен татардың соңынан қырқысуының себебі осы. Сонымен бір баланы тастап қашып мұнда келді. Бұрынғы байы басқа қатын алады, алайда балалы бола алмайды. Ал тастанды Фагифті кәрі кемпір бағып адам қылады. Өйткені жалғыз ұл өледі, онан тірі жетім тастанды ұл қалады. Қысқасы, байы өлгенде жесір қатын кемпір мен баланы тастап кетіп отырады. Сол тастанды Фагибіміз осы күні қалалық кеңесті басқаратын ірі дөкей дейді. Енеміздің айтуынша, түкірсе түкірігі жерге түспейтін шіренген бай бала. Әйтпесе Фагибіміз Ғабит ағамыздан 2 жасқа үлкен. Дегенмен ес білген Фагив енемізді іздемекші болған. Оған кемпір қарсы болып келіспеген. Яғни іздеуге тыйым салған. Әне сол кемпір қайтқаннан кейін ғана іздеген Фагив енемізді тапқан. Сөйтіп, ана мен бала бізден жасырын сөйлесіп жүрген. Тіпті қалаға келіп көріп те кеткен деген сыбыстар бар. Ол жағын Айзат та мен де білмейміз. Мүмкін раста шығар. Ауылға келсе біреу болмаса біреу көрер еді. Көрінген айтар еді. Себебі біздің ауылда енемді де, мына Айзатты да аңдып жүретіндер өте көп. Тіпті Айзатты қойша, енемізге көз тігіп,
Атамыз өлген соң сөз салған еркектерде баршылық. Мақтанып қояйын. Жасы 47-ге келді демесең, енем де Айзаттан кем түспейді. Көзі көк, талдырмаш бойлы, қыпша бел, әдемі келіншек. Сұлулық көздің құрты дейді. Атамыз да жас қызға есі кетіп, байы барын біле тұра әкелген ғой. Айтқандай, ене байғұс бұл екеуін үнемі қарғап жүреді екен. Жүрген жерінде тұқымның тарамай тұяқсыз қал деп атамды қарғаса, адасып өл деп енемді қарғап жүреді екен. Егер де енемнің марқұм Утешев дегенмен жүріс жасағаны рас болса, онда бұлардың екеуін де қарғыс дейді деген сөз. Біліп па, білмей ма, қандары бір қыз бен жігітті бір төсекке өзің салып берсең, адаспағанда не қылды? Отаныма кеттім деп ұлыңды тастап қашсаң, қашып өлмегенде не қалды? Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бәлкім өтірік, бәлкім шын. Әрісін кім білсін. Атам байғұс Хамитке арқа сүйеп кетті ғой. Бұл Айзаттың ағасы болса, сұмдық қой құрысын. Жалпы осыны Айзат біле ме, жоқ па? Әлде бұл бейбақта адасқан сорлы ма? Бұл төртеуін төрт бұрыш адасқандар деп айтуға толық негіз бар. Құдай-ау, тілім тасқа тисін. Айзаттың әкесінің жас жігіт кезінде суретін көрсем, төбем шымырлап, жылағым келеді. Шашы, қасы, мұрнына дейін айтпай-ақ қояйын. Қыз оқуға кетті, онан әрі байға кетті. Сонда мына үйде екеуіңіз қалдыңыздар. Қалайша тіл табыса алмадыңыз, деп сұрадым, шай ішіп отырып. Мен адастым, жаным, мен қатты адастым. Сен қыз мені кешір. Мұнан кейін Хамитжанға жолай көрме, деп кешірім сұрап жылап еді. Сонан соң қайтып менімен сөйлеспей қойды. Өзі сөйлемесе мен қайтейін. Содан бір күні, мына үй сенікі болсын, деп құжаттарын берді. Сол күні де Хамитжанға жолама, деп қайта-қайта айтты. Онан жолда кетіп барам. Таганрогқа жеттім. Айзатжан Хамитке ешқашан жолама, деп тағы да жазды. Сенбесең міне, өзің қарашы, деп телефонын көрсетті. Орысша оқымасам да түсінемін, орысша жазыпты. Бейшара қатын әлденені білген шығар. Оны мына бейбақтың өзі де білмейтін сияқты. Білсе маған айтпас еді. Рас қой, кім айтсын, қай ақымақ айтсын. Ондайды ешкім де айта алмайды. Сенің енең мен әкең жүрген екен деп қалай айтса да. Мұны білсе, шешесі білер. Сол кісі Айзатыңды алып кетті дегенде, не дейді, кімнің баласы, деп сұрапты. Мына осы ауылдың пәленкестің баласы, шешесі татар қатын демей ме? Сонда отырған жерінен атып тұрған анасы, Алла көтек Құдай сақтасын, деп аударылып түсіп, емханадан бірақ шыққан. Содан бері сол құдағи ауру болып қалды. Қазіргі көріп отырған күні құрсын. Нақтысын білмеймін. Тоқымың жайылмағыр, деген қарғысты Утешевте алған деседі. Ал шешесі татар десе, менің енемді мынау ауыл татар келіншек дейтін. Ал татар келіншектің баласы татар абысын. Татар құдағи деп те кете береді. Негізі енем башқұрттың қызы, татарға келін болған. Және де татармын десе, мұсылман қазақтар жақын көріп, іш тартады деп ойлап, татар қызымын деп алдап жүрсе керек. Мына қазаққа кім болса да, адам болсаң болды. Біздің қазақ ешкімді жатырқамайды. Есім барда, беріректе естіген сөзімді айтайын. Енем өмірде бір еркекті сүйген болса, ол мына Айзаттың әкесі ғана дейді. Әуе баста байға тигенде балалық жасап алынады дейді. Онан менің атама қорыққаннан тиді. Әйтпесе олардың екеуінде ешқандай сезім махаббаты болмаған. Ал мына Утешев дегенге, сенде еркек жолыққанына арманым жоқ, деп айтқан. Оны қайдан естейін? Ел ішінде өсек жатпайды. Марғым Утешев мұны мақтанып отырып бір жерде айтқан деседі. Айзатқа жолама деп сөйлеспей қойса, кеш болса да білген шығар, жүрегі сезген шығар. Әйтпесе айтпас еді. Сайып келгенде анда қашты, мында қашты. Соңында тарихи отанына оралды. Ол кезде оның қашып келетінін ешкім білмейтін. Білгенде барып, жұрт шулап, артын ашып күледі. Сонан соң ауыл арасында өсек аяң гулеп берді. Ол өсек осы күні де басылған емес. Марқұм Утешевтің 3 қызы тірі тұрғанда басылмайтын шығар. Әсіресе 2 қызы қайда барса да хит қой. Әйтпесе енемнің кеткеніне 3 жылға таяды. Сонда да
Утешевтің қыздары әңгіме болса, менің енем қосылып шыға келеді. Айтқандай, Утешев деген аяқ асты қайтқанда енеміз есеңгіреп қалған. Ауыр соққы алғаны сонша жұмыстан шығып кеткен. Сонан бері үйбегесі болып үйде отырған. Айта берсем сөз көп. Енді қандай ойыңыз бар деп сұрадым. Қыздарым қатайса қалаға кетермін, дейді. Жеңеше, енемнің көк күрішкесін мен құрттым, дедім. Сенен келгенін білді. Ішінде иконасы кетіп қалыпты. Соған ғана жаны ашыды, дейді абысыным. Әрі қарайда бір шама отырдым. Ағамның ақша жіберіп тұратынын өзі айтып қалды. Сіздің де Еуропаға кететін ойыңыз жоқ па, жеңеше? Жоқ, Ғабит уже ПМЖ-ға құжат тапсырды, деген жеңешем ойланып біраз отырып. Сен қорықпа, мен оны ешқашан жолатпаймын, дегенді қосты. Маған да керегі осы сөз еді. Жеңешемді сонда жақсы көріп кеттім. Жанек, сен Хамитті қалай жақсы көрген болсаң, мен де Ғабитті солай жақсы көрдім. Содан басым айналып қалды. Өзің көрдің ғой, дейді. Көруіне көрдім ғой, менің байымдікін аузыңа салғанды да көрдім. Дегенмен, тап қазір жазғыратын ойым жоқ. Жастай тиіп, төсек дегенде түсінбей қалған сияқты. Бірақ Утешевтің қызы болса, төсек дегенде білмей, тиді дегенге сену қиын. Мүмкін мен қателескен шығармын. Жарайды жеңеше, түс қайтты кетейін, деп орнынан тұрдым. Келіп тұр Жанек, жалғыз өзім қалдым, деген жеңешем соңымнан ерді. Ұлдарымды киіндіріп көмектесіп жатыр. Таксиге отырып тайып тұрдым. Сондағы менің қуанышымды көрсеңіз. Болды, Хамит менікі, мен бақыттымын деймін. Бұл қанды қаңтар өтіп, елдің назары сол оқиғаға ауысқан кез еді. Осы қаңтардан кейін енемнің өсегі ұмытыла бастады. Онан бері де 2 жыл болды. Байға таласқан 9 жылым көрген түстей өте шықты. Енем сол кеткеннен мол кетті. Осындағы бұрынғы депутаттың баласымен бірге ПМЖ-ға алған Ғабит қайнаған бір келмеді. Қостанайда жатып, қозылаған қайын сіңлім де келмеді. Осылайша Хамитім жеке меншігіме айналды. Мамаң жазып қал сұрапты. Саған да жазды ма? Деп сұрадым. Жазады, мыналардың суреттерін жібер деп сұрайды, деп қоя салды. Бұл өзі бұрыннан да көп сөйлемейтін жігіт. Шешесі қашып кеткелі тіпті де тұнжырап қалды. Қолынан келгенше жұбатып, шыр-пырым шығып жүр. Барғың келсе барып келе ғой, деп айтып көрдім. Білмеймін, көрерміз дейді. Хамит, жаным менің, сен бұлай езіле берме. Сенің жаныңда мен бармын. Онан мына 2 балаң бар, ана жақта 2 қызың. Сандырақтамай жатшы сен, дейді. Болды жаным, болды. Сен жат десең, мен жатамын. Бірақ неғып? Сағындым мен. Жанымның алақаны өн бойымды өртеп барады. Менікі бұл тек қана менікі. Мен мұны ешкімге бермеймін. Құшағың қандай ыстық еді. Егерде Айзатқа жоласаң, қақ басыңды жарамын. Әрине, өзіне айта алмаймын. Іштей күбірлеп қой. Мұнымды сандырақ дейін. Жанерке, үй жаққа келіп кетесің бе? Иә жеңеше, қазір барамын. Мені үлкен үй жаққа тастап өтші жаным. Үй алдынан келіп, Хамиттен түсіп қалдым. Мен кетейін деп жүрмін. Қайда барасың жеңеше? Ешкімге айтып қойма. Сен анау Өркенді танисың ба? Абайда оқыған дейді. Өркен деген кім еді? Деппін. Мына жігітше, міне шетте тұрған. Ойбай жеңеше, мынаның қабақтайы қатыны бар емес пе? Деп шошып кеттім. Сол қатыннан соттасып, ажырасып жатыр екен, деп қарап тұр. Сен бейбақ оңбай кетерсің, деп атып тұрдым. Не дейсің, тоқташы Жанерке, деп қолымнан тартқандай болды. Сілкіп жіберіп шығып бара жаттым. Осы ауылдың участковыйы ғой, Өркен деген. Тағы біреудің отбасын бұзасың ба ақымақ, деп тістеніп қоямын. Жеңешем WhatsApp-ма жазып жатты. Онысын оқып отырмадым. Бұл сорлыға не болды деймін. Тұқым тұяғымен отбасы бұзып. Егерде мен де қатты тұрмағанымда, менің де отбасымды күйретер еді. Үйткені Елзатты да сөйтті. Өзінен 13 жас үлкен еркекпен ойнақ жасап, әйелі 3 баласын ертіп кетіп отырды. Әй дейтін әжесі жоқ, қой дейтін қожасы болмаса, қыз дегенің осы екен. Мен жалғыздықтан шаршадым. Сен оны түсінбейсің Жанерке, деп жазыпты бұрынғы абысыным. Мұныңыз жолы сұйық, жүргіш қатындардың жаттанды сөзі ғой, деп жауап жазып жібердім. Осыдан кейін Айзатым тым-тырыс болды. Бір жағынан ойланып қоямын. Кеткені де жақсы шығар.
Әйтпесе күйлеген қатын тағы да байыма жабысып кетеме деп қоямын. Жеңешем байға тиейін деп жатыр, дедім. Естім, деп қоя салды. Сөйтсем, ауыл сыртында тұрып, біраз өсектен құр қалыппан. Айзатым өркен деген менті қатыннан айырғанына 2 ай болыпты. Ментінің аузына сейін. Айзатқа ерген 2 қызды айтсай, әйелдің соңында кеткен 3 баланы айтсай, не деген арсыздық бұл. Осыдан кейін біздің ауыл қақ жарылды. Бірі ұятай десе, екінші бірі әрбір қыз бақытты болуға лайықты, кімге тисе де өзі біледі, деп соқты. Қайдағы өзі білген, Құдайдың қаһарына ұшырарсың. Менің енеммен атам ұқсап, үйіңді таппай кетерсің. Айзатымның жүзі құрсын, қаншық. Сұлулықты үйіп төгіп берген Құдай бір өзім ми бермеген екен. Атасын көріп отыр, енесін біліп отыр, сөйте тұра. Тәте, саламатсыз ба? Мен ғой Жанерке. Бәрін айттым, қалдырмай айттым. Көпке бармайды, ақыры жоқ дейді. Сонда қалай болады? 2-3 жыл ғой, деп қоя салды. Тәте, мен, бізде бәрі жақсы бола ма? Айтыңызшы, қорқып тұрмын, деп сұрадым. Жолдасың пайғамбардың жолы түсіп тұр. Бұл бәрі жақсы дегені, дейді. О, жақсы екен ғой, бірақ пайғамбар боламын деп сақал қойып, балақ қиып, талақ айтып кетпей ме? Деппін, қорыққаннан. Жоқ, олай емес, сендерде бәрі жақсы болады. Айтқандай, енең келіп кетеді, бірақ жалғыз келмейді, дегенді қосты. Бұл тәтеге енем жайлы айтып едім. Келсе келсін, қонақ қып күтіп жіберемін. Жаман десем де, мына үйде енемнің арқасында отырмын ғой. 6 бөлмелі үлкен үйде 4-іміз ғана тұрамыз. Енем келіп 2 ай жатса да үндемеймін. Неге дейсіздер ме? Неге десеңіздер, Айзат өркен дегенге кетіп тынды. Сонан бері қоңырау соққан жоқ, WhatsAppқа да жазған жоқ. Ондай арсыз қатыннан алыс қалғаныма мен де қуанамын. Баяғыдай тастарыңызды көрсетіңізші, өтініш. Болмайды сіңліп. Соңғы рет өтінішім болсын тәте, деп жалындым. Арадан көп өтпей суреттер келді. Жапсарласқан тас жоқ, жеке дара жатқан 2 тас. Қуанамын ба, қорқайын ба? Ойбай тәте, анау әріректе жатқан 2 қара тас пен мына бір қызыл тас кім? Деппін жыламсырап. Сонда біраз күліп алған көріп кел тәтем. Қанша балаң бар? Деп сұрады. Білесіз ғой оны, мен сізге 2 ұлым бар деп айтқан едім ғой, дедім. Демек мына 2 қара тас сол 2 ұлың дейін, ал анау қызыл тас кім өзің айт? Деп сұрады. Сол жерде қызыл көйлек киген қандай құрбыларым бар деп ойша іздеп қуып кетіппін. Көзім қорқып қалған ғой. Қайтейін, қызыл көйлекті бір қаншық байыма жабысып жүрген болса. Сіңлім, сен олай жаман ойлама, ол сенің қызың болады, деген сөз. Деп жанымды жарқ еткізіп, жұбатып тастады. Рас па тәте, сүйіншім бар сізге, деп зыпылдап бердім. Құдай емеспін, бірақ осы айтқанымдай болмаса жазарсың, деп шығып кетті. Онан бері 1 жылдай уақыт өтті. Енем келеді деген сыбыс бар, бірақ қызыл көйлекті қыздан хабар жоқ. Жасырмаймын, бір қыз туып алсам болды деп жүрмін. Әй жаным менің, әдемі жігітім, қайдасың? Мен сенен 1 үштік қыз туып алғым келеді. Осымен әңгіменің соңы. Егер де сіздерге әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Және де арнадан өте қызықты шығармаларды тыңдай аласыздар. Сау, сәлематта болыңыздар.